Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қазақша каналдың дамуына үлес қосып жатқан барша оқырмандарға алғысым шексіз. Жаңадан қосылып жатқан оқырмандар, сіздерге де алғысым шексіз. Отбасыларыңызға сондай береке, бірлік, қуаныш келе берсін. Аллах тағала мынау Рамазан айында ұстаған оразаларыңызды сондай көркем, хайырлы, берекелі және де сондай бір сауапты амалдарға толы болып өтуін, сондай жеңіл өтуін нәсіп етсін. Аллах тағала дұға тілектеріңізді сондай көркем түрде аз уақытта және де сондай хайырымен берекесімен қабыл етсін деп тілеймін. Бүгінгі тақырыпта оқырманымның арнайы сұрауы бойынша сәресі ішу қаншалықты маңызды, жалпы сәресін ішу парыз ба, сәресіде тұрудың артықшылықтары қандай, сол жайында толығырақ айта кететін боламын. Алдымен каналыма пікір қалдырып, лайк басып, тіркеле кетіңіз. Бисмиллах, аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен барша мақтаулар Аллаға тән, адамзаттың асыл тәжі болған Мұхаммед Мұстафаға Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Расында сәресі үлкен бір нағмет, Алланың сыйы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өсиеті. Кімде-кім оның қадірін білсе, көптеген жақсылықтарға қол жеткізеді. Ал кім бейғам қараса, көптеген берекеден махрұм қалады. Сәресімен адамның дәрежесі өседі, қателіктері кешіріледі. Сәресі Алланың құлдарына берген игілігі. Ол игілікке қалаған құлдарын ғана жеткізеді. Сәресі әулие құлдардың сәні, шайтанның мазасын алушы, Алланың ризалығына қол жеткізуші. Сәресі ислам шариғатындағы тіректердің бірі болған ораза ғибадатын жеңілдетуші, ораза ғибадатын кемел түрде орындауға себепші. Сәресі адамға күш береді, ол сүннет амалға кіреді, ол тек мұсылмандарда бар. Алла сәресін берекелі етті, оны мұсылмандарға сый етті. Сол себепті мұсылмандар ол үшін Аллаға шүкіршілікпен мақтаулар айтады. Әнәс жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сәресін ішіңдер, расында сәресінде береке бар дейді. Мұндағы сәресін ішіңдер деген сөз бұйрық райда келген, алайда үммет ғалымдарының бір ауыздық келісімдерімен сәресіне тұру уәжіп дәрежесіндегі амал емес екенін, алайда мұстахаб сүннет амал екенін айтқан. Сәресі ішу ораза ұстаған адамға көмекші болады, онда Алланың рахметі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күндізгі ұсталатын оразаға өздеріңе сәресінің тамағын ішумен көмектесіңдер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла сәресін ішкен адамға рахымдылық танытады дейді. Сәресіге тұру тек мұсылман үмметіне ғана берілген сый. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздің оразамыз бен кітап иелерінің оразасының арасындағы айырмашылық сәресі ішуде деген. Алла да, періштелер де сәресі ішушілерге салауат айтады. Тағы бір хадисте келтірілген, сәресінің барлығы береке, бір жұтым су ішсеңдер де оны ысырып қоймаңдар. Расында Алла және оның періштелері сәресін ішушілерге салауат айтады дейді. Сәресінде береке бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: береке үш нәрседе: көпшілік ішінде, сәритте, яғни тамақ түрі, және сәресінде деді. Ибн Дақиқ әл-Айд осы хадистегі берекені айшықтай келе, бұл береке ақыретке қатысты болуы мүмкін, себебі сүннетті орындау сауапқа кенелтеді. Сол сияқты дүниеге қатысты да болуы мүмкін, себебі ол оразада денені қуаттандырады, еш нұқсан келтірместен жеңілдік береді дейді. Сәресіге құрма жеудің артықшылығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құрма сәресіге нендей жақсы деген. Сәресін соңына дейін кешіктіру сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ауызашарға асығыңдар, сәресіні кейіндетіңдер деген. Тағы бір хадисте үмметім ауызашарды жылдамдатып, сәресіні кейіндетіп тұрғанында бастарынан жақсылық кетпейді деген. Хадистің бірінде сәресі ішіп қуантыңдар, түннің соңғы бөлігінде тұру үшін түсте ұйықтап өздеріңе көмектесіңдер деп айтылған. Абдуллах ибн Харис радиаллаху анху сахабаның бірінен былай деп риуаят еткен. Ол келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сәресі ішіп отыр екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған: бұл берекелі ас, Хақ тағала сендерге нені нәсіп еткен болса соны алыңдар деді. Осы тәрізді пайғамбарымыз саллаллаху
саллаллаху алейхи уассалям сәресіні ішкенге көп нұсқап, егер жейтін еш нәрсе болмаса, тіпті бір құрма жеуді немесе бір ұрттам су болса да ішуді деп бұйырған. Осы себептен ауыз бекіткен адам тамақты ішіп, соның себебінен сауап та алғанға ерекше мұқият болу керек. Өйткені сәресіні ішу тән рахаты және сауап. Сонымен қатар әр нәрседе өзінің шегі бар екенін ұмытпаған жөн. Осы себептен құлшылықта әлсіз болатындай аз да жемеу керек. Сонымен қатар күні бойы жеген асын қортамай кекіріп жүрмеу үшін тым көп те жемеген жөн.